79-ші есеп қозғалысқа берілген екен. Бергенде ара қашықтығы с километр А және В қалаларынан екі пойыз бір мезгілде бір-біріне қарама-қарсы бағытта жолға шығады. Яғни мынау А пунктінен В пункті болсын, бір-біріне қарама-қарсы дейді. Яғни мына жақтан бір-біріне қарама-қарсы екі жол шығады, екі пойыз шығады. Бұлар біреуінің жылдамдығы В1 км сағат болса, мынанікі В1 км болса, екіншісінікі В2 км сағат. Т сағат уақыттан кейін олар кездесті дейді. Яғни екеуі бір-біріне қарама-қарсы келсе, олар белгілі бір мысалы мына аралықта деген мына жерде олар кездеседі. Т уақыт аралығында. Т айнымалысын S, V1 және V2 арқылы өрнектеңдер дейді. Егер де дейді S, V жылдамдықтардың мәндері белгілі болса, Т айнымалысын табу қажет. Ол үшін біз бірінші Т-ны өрнектейді. Жалпы негізі бұл мынау ара қашықтық S километр деді ғой, жалпы ара қашықтық S километр. Осы жалпы жолды екеуі қайтеді, екеуі бірігіп жүріп өтеді. Яғни бұл бірігіп атқарған жұмыс сияқты. Не істейді? Олар бір-біріне көмектеседі, жылдамдығы артады. Жалпы қозғалыс формуласы S тең болады V көбейтілген Т ғой, ал Т-ны табу формуласы S бөлінген V. Т кездесу уақыты деп қойып, ол тең болады барлық ара қашықтық, яғни S бізде бөлінген V жылдамдық қой. А V жылдамдық бізде болады екі жылдамдықтың қосындысы. Екеуі өйткені бір-біріне көмектесіп, бір аралықты бірігіп жүріп өтеді. Міне, Т кездесу уақыты осы формула арқылы өрнектеледі. Енді осыны есептейік. Біріншіде S тең 150 болса, S тең 150 километр, V1 тең 55 километр сағат, ал V2 тең 45 километр сағат, километрін бөлінен жалпы. Осылай жасайық. Т кездесу уақыты 150. Мына берілген біз құрастырған өрнектің орнына сандық мәндер қойып есепке саламыз. V1 деген 55, қосамыз 45. Сонда болады 150 бөлінген 100-ге 150-100-ге бөлсек 3,5 сағат уақытта олар кездеседі. Екіншісінде S ара қашықтық 465, V1 85, V2 тең 70. Т кездесу уақыты болады бізде мұнда 465-ті бөлеміз 85 қосылған 70-ге. Сонда 465 бөлінген 155, 155. Шамамен 3-тен берсек, 5 бір ойда, 15 ойда, 16 бір ойда. Так, 3 ойда, 14, сонда тура шығады. Сағат уақытта кездеседі. Қажетті он есепте X айнымалысының мәндері берілген, осындай мәндерге тең болғанда дейік, берілген өрнек бөлшегінің мәні бар болса, онда ол неге тең? Яғни бөлшектің мәнін табу керек. Бізде берілген өрнек бірінші тапсырмада 3x бөлінген x куб минус 3x квадрат. Егер де мағынасы бар болса дейді, мәні бар болса тап дейді. Ол үшін біз жаңағы барлық x-ті қойып жатпай, алдымен қай x-ті қоюға болады, қай x-ті қоюға болмайды, соны тауып алайық. Яғни мәндер облысын тауып аламыз. Бөлімі бізде санды 0-ге бөлуге болмайды. Яғни x куб минус 3x квадрат деген өрнектің мәні 0-ға тең болып кетпейтіндей болу керек. Ортақ көбейткіш x квадратты жақшаның сыртына шығарамыз. Соны x квадрат көбейтілген x қой, x қалады, минус мұнда 3 қалады. Тең емес 0. X квадрат тең емес 0, яғни x тең емес 0-ға болу керек. А мұнда x минус 3 тең емес 0-ге, яғни x-іміз 3-ке тең болып кетпеу керек. 0 мен 3-тен басқа барлық мәндерді қабылдай береді, өрнектің мәні табылады. Яғни біз біріншісінде x тең 0 дегенді қоймаймыз, өйткені ол тең емес.
x тең 0,5 болған кездегі мәнін есептей аламыз. Онда бізде болады 3 көбейтілген 0,5, мына өрнекте орнына x-ның орнына қойып есептейміз. 0,5-тің кубы минус 3 көбейтілген 0,5-тің квадраты болады. Онда көбейтіндісі 1,5 бөлімінде мына бізде 5-тің кубы 125, сонда болады 0,125 минус 0,125, оны 3-ке көбейтсек 0,175 болады. Енді ары қарай 1,5 бөлінген, мына жерде үлкені 0,175, таңбасы минус, онда минус болады. Азайтамыз 0,175-тен 0,125 алсақ, аяғынан бастап аламыз 5, мына жерде 0 бар деп ойласақ, мына жерде 4 қалып 4-тен 2-ні алсақ 2, так 7-тен 1-ді алсақ 6, 0,625 шығады екен. Енді біздегі 1,5-ті мынаған бөлеміз. Оң сан теріс санға бөлсек теріс сан шығады минус. Сонда үтірді 3 рет жылжытсақ, мынаған 3 рет жылжытқан кезде ол бізде болады 1 рет, 2 рет, 3 рет 1500 болады. Оны 625-ке бөлеміз. Сонда бізде 625. 2-ден береміз, бірінші 0, 5, 12, так, 12, так, 0, 5, мында 2, 250. Сан бітті тұр қоямыз, 0 қосамыз, 2500. 4-тен берсек 0, x ойда, 8 ойдағымен 10, 0, 1 ойда, 24 ойдағымен 25. 2,4 шығады екен. Енді ары қарай 0,5 болды, x тең 2. 2-ні да қоя аламыз, Жайдық 0 мен 3-тен басқаның барлығын қойып есептей беруге болады. Сонда бізде болады 3 көбейтілген 2 бөлімінде 2-ның кубы минус 3 көбейтілген 2-ның квадраты. 6 бөлінген 8 минус 4 көбейтілген 3, 12. 6 бөлінген 12-ден 8 азайтсақ 4, минус 4 болады. Енді 6-ны 4-ке бөлсек, минус 2,5 болады. Ары қарай x тең 4,6 деген мәнді қойып есептейміз. Сонда 3 көбейтілген 4,6 бөлімінде 4,6-ның кубы минус 3 көбейтілген 4,6-ның квадраты болады. Енді мынады көбейтіндісі 8 1 ойда отыр, 12 ойдағымен 13 болады. Бөлімінде 4,6-ның кубын есептейміз енді. 4,6 көбейтілген 4,6. Так, 36 3 ойда, 24, 27 ойдағымен 4x ойда, 16 ойдағымен 18, 6, 1 ойда, 0 ойдағымен 1 ойдағымен 2 болады. 21,116 ол квадраты. Енді бізге кубын табу керек. Тағы да 4,6-ға көбейтеміз. 6 3 ойда, 9, 6, 12. Мында 4x ойда, 6, 4, 8. 6, 3, 2, 3, 1 ойда, 6, 7, мында 9. 2, 3, 97,336 шығады екен. Минус, енді мына квадратын біз айттық бағана 21,116 шығады. Енді сол 21,116-ны көбейтеміз 3-ге. 8 1 ойда 4, 3, 6. 63,143 шығады екен. 148 шығады екен. Енді онда 13,8 бөлімінде 97,1-нен азайтамыз, 63,148-ді. 6, 5, ještě 2 қалды. 12-ден 4 алсақ 8, онда 6 қалды. 3 сет, өтір бар. Ještě
3 болады. 33,856. Енді мына жерде бөлеміз 3 рет. Сонда болады мына жерде 13,820 бөлінген 33,856. 0 бүтін болады бірінші. Тағы 0-ді береміз. Соң шамамен мұнда неше шықпау мүмкін. Бізде тура мән шықпайды екен, сондықтан бөлшек түрінде қалдыра берсек болады. Жалпы 33,856-тан 13,800 ол жаңағы бірінші 4-ге қысқарт, сосын 2-ге, яғни жалпы 8-ге қысқартуға болады. Сонда бізде шығады 4232-ден 1725. Енді соңғы мән x тең болады 3 деген мәнді қабылдамайды, себебі ол мәндер облысына кірмейді. Оны қойсақ бөлімі 0 болып кетеді. Екіншісін қарайық. Екіншісінде бізде берілген өрнек 2c минус 3 бөлімінде 2c куб минус 3c квадрат. Бөлімі 2c куб минус 3c квадрат тең емес 0 деп мәндер облысын бірінші анықтап алайық. Ортақ көбейткіш c квадрат жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда 2c минус 3 тең болады 0. Яғни тең емес 0 деп c-нің мәндерін тауып аламыз. Сонда 2c минус 3 тең емес 0-ға, яғни c тең емес 3 бөлінген 2. 2-ден 3-те немесе тең емес 1,5. 1,2-ден 1. Осы мәндерді қабылдамайды екен. Ендеше бірінші c-нің мәні минус 2 болғандағы өрнектің мәнін есептей аламыз. Ол мәндер облысына кіреді. Сонда бізде минус 2-ні қойған кезде 2 көбейтілген минус 2 минус 3 бөлімінде 2 көбейтілген минус 2-ның кубы минус 3 көбейтілген минус 2-ның квадраты болады. Мұндай минус 4 минус 3 бөлімінде минус 2-ның кубы минус 8, 12-мен көбейтсек минус 16. Минус, оң сан 4 шығады, 4 көбейтілген 3, 12. Минус 7 бөлінген минус 28. Теріс сан бөлінісі оң сан болады. 7-ге қысқарады, 4-тен 1, немесе 0,25. Келесі мән c тең болады 4,5. Оны да қоя аламыз. Мәндер облысына кіреді. 4,5-ті қойып есептейік. 2 көбейтілген 4,5 минус 3 бөлімінде 2 көбейтілген 4,5-тің кубы минус 3 көбейтілген 4,5-тің квадраты болады. Енді ары қарай мына жерде көбейтіндісі 9 болады, минус 3. Мына жерде 4,5-тің квадраты деп жеке жақшаның сыртына алайық. 4,5-тің квадраты ортақ көбейткішті. Сонда бізде болады 4,5-тің квадратын тауып алайық. 5 x ойда 20 ойдағымен 22, 0 x ойда 16 ойдағымен 18, 5, 2, 0, 1 ойда 20,125. 20,125-ті жеке алып алайық жақшаның сыртына. Мына жерде квадратын. Сонда мына жерде 2 көбейтілген 4,5 қалады. Ол 9, минус мұнда 3 қалады. Сонда тиімді тәсіл. Мына екеуі қысқарып кетеді. Сонда алымында 1 қалады. Бөлімінде 20,125. Оны былай жасаламыз. 2025-тен 100 болады. Бұл деген бізде 4-ке қысқарады. Немесе 25-ке қысқарып көрейік. 2025-ті 25-ке қысқартсақ, мына жерде 8-ден береміз. 0, 4 ойда 16, 200. X қалады, 25-дің ішінде 1. Сонда 81 болады екен. 25-ке бөлсек 4 болады. Сонда 81-ден 4 шығады екен. Енді ары қарай c тең болады 6,4-тен 1 деген мәнді қойып есептейміз бірінші. 2 көбейтілген 6,4-тен 1 минус 3
бөлімінде 2 көбейтілген 6,4-1 кубы минус 3 көбейтілген 6,4-1 квадраты болады. Мына жерде 6,4-1 дегеніміз ол бізде 4-тен 25 деген сөз. Оны 2 мен көбейтсек қысқарады. Сонда мынада 2, 2-ден 25 болады. 2-ден 25 дегеніміз ол бізде 12,5 деген сөз. 12,5 минус 3 бөлімінде 6,4-1 кубы, мына жерде квадратын жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда 4-тен 25-тің бізде квадраты болады 16-дан 625. 16-дан 625. Содан соң мына жерде 2 көбейтілген 6,4-1 бағана есептедік қой, 12,5 шыққан. Минус мына жақта 3 қалады. Сонда мына екеуі қысқарып кетеді. Ал мында 1 бөлімінде 16-дан 625, яғни шығады 625-тен 16. Так, 625 деген 25, 5-ті қысқарт, осылай қалады. Келесіні бізде 3-тен 2. 3-тен 2-ні қойып есептей аламыз. 3-тен 2-ні қойып есептей аламыз. Соңғы мән так. Симайды, қазір тең болады. 3-тен 2 деген мәнді қойып есептегенді. Сонда нәжде болады. Сонда нәжде болады 2 көбейтілген 3-тен 2 минус 3 бөлімінде 2 көбейтілген 3-тен 2-ні кубы минус 3 көбейтілген 3-тен 2-ні квадраты. Бағанағандай міне 3-тен 2-ның квадратын жақшаның сыртына шығарсақ 2 көбейтілген 3-тен 2 минус 3. Мынамен қысқарып кетеді. Сонда алымында тек 1 қалады, бөлімінде бізде 3-тен 2-ның квадраты ғана қалады. Сонда 1 бөлінген бағанадан бері біріншісінде мүлде толық есептеп шықтық. Мында кішкене былай қысқартып жібердік. Мына жерде тағы да сөйтіп қысқарттық. Мына жерде бірден тіпті есептен керек емес екен. Сонда мұндағы мен мұнда ортақ көбейткіш бірдей болады да қысқарып кетеді. 3-тен 2-ның квадраты ғана қалады едік. 3-тен 2-ның квадраты ол бізде 9-дан 4. 1 бөлінген 9-дан 4 ол 4-тен 9 деген сөз. 4-тен 9 деген ол 2,125-ге тең, немесе 2,4-тен 1-ге тең. Жерде 11-ші есеп. Егерде x минус 4y бөлінген y тең 12 болса, келесі өрнектермен есептеу керек. Енді біз мына өрнектен нені анықтай аламыз? Бұл өрнекті сәл ықшамдайық. Ықшамдасақ, бізде былай болады. Яғни мына бөлімін әрбір қосылғышқа дейміз ба? Әрбір мүшесіне ажыратып жазамыз 2 бөлшекке. Сонда y-тен x минус 4y бөлінген y тең 12. Әрі қарай, сонда мына y-тер қысқарып кетеді. Сонда болады, бізде болады y-тен x минус 4 тең 12. Сонда бұдан шығатыны y-тен x тең болады. Плюс болып кетеді 4, сонда 12-ке 4 қоссақ 16. Y-тен x 16-ға тең екен. Ендеше осыны пайдаланып, біріншісі ол анық өзі шықты. Y-тен x тең 16-ға. Екіншіде x-тен y-тің мәнін табу керек. X-тен y дегеніміз ол 1 бөлінген y-тен x деген сөз ғой, дұрыс па? Бірді мына мәнге бөлсек, қайтадан x-тен y шығады. Түрлендіріп алдық. 1 бөлінген мынаның орнына 16-ны қоямыз. Соны 16-тан 1-ге тең екен. Енді үшінші өрнекте бізде кішкене күрделі 3x плюс y бөлінген 2y дейді. Енді мынау ажыратып жаза саламыз, мына алдындағы мына өрнектегідей. Сонда болады бізде 2-ден 3 y-тен x көбейту, плюс y пен y қысқарып кетеді, сонда 2-ден 1. Енді сандық мәнін қойған кезде мына жерде осыны жазсам 2-ден 3 көбейтілген 16 плюс 2-ден 1 болады. 16 мен 2 қысқарады, мында 8. 8 көбейтілген 3 24, 12-ден 1-ді қоссақ 24,2-ден 1, немесе 24,5.
бетіне 12-ші есеп. Мұнда тура теңдікті көрсетеді. Тура теңдікті көрсету үшін біз жаңағы бұл бөлшектерді түрлендіру керекпіз. Бірінші бөлшек 85-тен 65 тең болады 17-тен 13 дейді. Екеуінің тең екендігін көрсету үшін бірдей бөлімге келтіреміз. Не мына бөлшекті қысқартуға болады, немесе мына бөлшекті көбейту арқылы келтіруге болады. 17-ні нешеге көбейтсек 85 шығады. 5-ке көбейтсек, мына бөлшекті 5-ке көбейтіп көрейік. 5-ке көбейткен кезде 17 көбейтілген 5 85, 13 көбейтілген 5 65 шығады. Яғни бұл тура теңдік екен сонда. 85-тен 65 тура шығады 5-ке көбейтсек. Енді екінші бөлшекті қарайық. Екінші бөлшектерде бізде 79-дан 46 тең болады 237-тен 138. Бөлімдерін қараймыз бірден. 79, 237. 79-ді нешеге көбейткен кезде 237 шығаруға болады. Жалпы 7-мен аяқталатын, оны 3-ке көбейткенде, 3-ке көбейтіп көрейік. 3-ке көбейтсек 7, x ойда, 21 ойдағымен 23, 237 шығады. Соны мына бөлшекті 3-ке көбейту керек. Мына бөлшекті 3-ке көбейткен кезде бөлім 237 шықты. Енді алымын көрейік. Енді 18-8-ін жазамыз 1 ойда, 12 ойдағымен 13. Тура теңдік, яғни 138 шығып тұр екен көбейткенде, соны мынау да тура теңдікке жатады. Ары қарай үшінші соңғы теңдікті қарайық. Онда 23-тен 21 тең болады 230-дан 189. 230-дан 189. 230 шығу үшін 10-ға көбейту керек. Мынаны 10-ға көбейтсең 210 шығып кетеді. Сонда 230-дан 210. Анында 230-дан 189. Сонда бұл жаңағы бөлшектер тең болмайды.